Бүгін мен елдің ішкі басқару жүйесін түбегейлі өзгертуі мүмкін маңызды құжат туралы әңгімелекпін. Айдың басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары және бағыттары жөніндегі жарлыққа қол қойды. Менің есімім Ержан және сіздер Жас Вайб YouTube арнасын көріп отырсыздар. Мұнда мен елде болып жатқан ең өзекті тақырыптарды қарапайым тілмен еш бүкпес түсіндірем. Олай болса, кеттік. Көпшілік бұл құжатты тағы бір ресми қағаз деп қабылдауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл жай қағаз емес. Бұл елдің даму бағытын айқындайтын компас. Енді барлық мемлекеттік орган осы бағытпен бір ортақ мақсатқа, әділетті Қазақстанды құруға жұмыс істеуі тиіс. Бұл құжат бір күнде пайда болған жоқ. Бір жыл бойы сарапшылар, ұлттық құрылтай мүшелері мен қоғам белсенділері талқылап, ұсыныстар айтып, пікірталас жүргізді. Соның нәтижесінде жарлық ел халқы күтіп жүрген ең маңызды талаптарды қамтыды. Билік тыңдасын, заң жұмыс істесін, әділдік сөзбен емес, іспен көрінсін деген. 22 жылдан бастап елімізде кең ауқымды реформалар жүргізілді. Конституция жаңартылды, сайлау жүйесі өзгерді. Жаңа заңдар қабылданды. Енді кезек парламент пен мемлекеттік басқару реформасына келді. Ал президенттің бұл жарлығы сол реформалардың берік іргетасы. Құжаттың өзегі қарапайым әрі түсінікті. Мемлекет адам үшін жұмыс істеу керек, ал заң барлығына ортақ болуы тиіс. Құқық артықшылық емес, күнделікті өмірдің бөлігі. Ал мемлекет жазалайтын емес, тыңдайтын, әрекет ететін серіктестікке айналуы қажет. Бұл қағидаттар өмірде қалай көрініс табады? Мысалы, өз ауданыңызда жол жөнделсін немесе спорт зал салынсын десеңіз, енді өтініш арқылы өтініш беріп, оның қалай қаралып жатқанын өзіңіз байқай аласыз. Немесе заң жобасына ұсыныс айтқыңыз келсе, оны да электронды үкімет арқылы енгізуге мүмкіндік бар. Бұрын тек шенеуніктерге арналған жабық жүйе енді баршаға ашық. Тағы бір маңызды жаңалық, ауыл әкімдерін халықтың өзі сайлайды. Соңғы жылдары 3000-ға жуық адам дәл осылай сайланып, олардың арасынан мұғалімдер, дәрігерлер, фермерлер мен кәсіпкерлер әкім болып шықты. Олар ауылдың мәселесін есептен емес, өмірден біледі. Бұл жаңа буын басқарушыларының қалыптасып келе жатқанын айтады. Қоғамдағы саяси мәдениет те өзгеріп келеді. Бұрын жоғарыда біреулер шешеді деп күтсек, қазір адамдар жиі өзіміз шешейік дейді. Семейде тұрғындар қала әкімін өздері таңдады. Түркістанда жастар ашық талқылау арқылы спорт зал жөндеуіне қол жеткізді. Ақтөбеде әйелдер бастама көтеріп, отбасыны қолдауға бағытталған бюджеттен қаржы бөлдірді. Мұның бәрі бір бағытқа саяды. Қазақстанда шешімдер енді тек кабинетте емес, халықтың қатысуымен қабылданады деген сөз. Мемлекет бұйыратын емес, тыңдайтын жүйеге айналуда. Президенттің жаңа жарлығы осы өзгерістерді жүйелеудің нақты қадамы. Онда ел ішкі саясатының басты бағыттары анық жазылған. Қоғамда диалогты дамыту, этносаралық және дінаралық келісімді сақтау, мәдениет пен отбасыны, жастарды қолдау. Бұдан былай кез келген мемлекеттік орган өз жұмысында осы қағидаттарды басшылыққа алуға міндетті. Бұрын мұндай ұстаным ұран деңгейінде айтылса, енді нақты талапқа көшті. Мысалы, күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидаты билік тармақтарының тепе-теңдігін білдіреді. Ешбір орган екіншісінен жоғары болмауы тиіс. Барлығының мақсаты ортақ, тұрақты, әділетті, қауіпсіз мемлекет құру болмақ. Заң және тәртіп қағидаты да ерекше мәнге ие. Заң алдындағы теңдік енді сөз жүзінде емес, іс жүзінде дәлелденуі керек. Кім болсан да заңды бұзсан тиісті жазаны алуың шарт. Ал азаматтардың құқығы шенеуніктің қалауына емес, заңның талабына сай болуы керек. Жоғары құқықтық мәдениет тек сот пен полицияның жұмысы емес, ол әрқайсымыздың мінезімізде. Әділетсіздікке қалай жауап береміз, заңды өзіміз қаншалықты сақтаймыз, өзгенің құқығына қалай қараймыз, қоғамның әділдік деңгейін осының бәрі анықтайды. Бұл жарлық соңғы жылдардағы реформаларды бір арнаға тоғыстырады. Тікелей сайлау, қоғамдық талқылаулар, цифрлық платформалар қазақстандықтар қолданатын қалыпты тәжірибеге айналуда. Ең бастысы, әр азамат осы өзгерістердің қатысушысы бола алады. Президент Тоқаев өз сөзінде нақты айтқан еді. Бұл әлі реформалардың соңы емес, ол жалғасын табады. Бұл науқанда жарнамада емес, бұл нақты мақсатқа бағытталған жол. Бірақ бәрі қазақстандықтар белсенді болғанда ғана іске асады. Енді бір ойланайықшы, бүгінгі Қазақстан үшін не маңыздырақ, халықтың үнін еститін мемлекет пе, әлде тәртіпті темірдей ұстайтын қатаң мемлекет пе?
пікіріңізді жазыңыз. Бірақ жай ғана бір сөйлемен емес, өз ойыңызбен, өз дәлеліңізбен бөлісіңіз. Өйткені нағыз өркениетті қоғам осындай ашық пікір алмасудан басталады. Менің есімім Ержан, және сіздер Жас Вайб YouTube арнасында болдыңыздар. Ой айтыңыз, пікір қалдырыңыз, талқылаңыз және ешқашан үнсіз қалмаңыз. Өз құқықтарыңызды таптатпай, заңды біле жүріңіз. Бәлкім дәл сол сәттен бастап Тоқаев айтқан әділетті Қазақстан құруы. Келесі кездескенше.